Үйдің ұйытқысы болдырған, тойдың көзайы болдырған осы кісілер. Құдай қаласа ата-анаңызға берекеңіз бар. Аман болыңыз. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Олар бар, сіздер жассыздар. Осылардың төлеңізді алып шығып өзің білесің. Құлағыңызды білесіңіз. Жасаңыз құлағынан болсын, осы жасаңызды естірайшы құдай қаласа. Ең рұқсат берсеңіздер, Гауһар апамыздың елін айтып, ішін жіберді, тілек қабыл болсын деп, рұқсат берсеңіздер, келесі сөздегі жалғастырады. Бүгінгі құлашторда тойлықтың осымен келіп отырған, бейбіт салтанатты шаш келіп отырған, бауырының тойына тойлықтың осымен келіп отырған, ардақты аяулы жасақпен бара-бара амандай болады деп ана ретінде келіп отырған, тарихадай ардақты аяулы әпкемізге сөз бетте жас ниетпен құрамыз. Уағдаш құттықтаймыз әпке. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Мына ардақтап біздің тойымызға құрметпен келіп отырған қонақтар. Барлығыңызға рахмет. Жақсылығымызға әрдайым серік болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, көргендеріңіз той болсын. Әрдайым менің бауырларымның есігілер тойға келіңіздер. Қош келіпсіздер барлығыңыз. Ал енді мына құда-құдағилар айтқандай, міне бүгін менің бауырларым бір ұлын үйді қылып, есікті қылып, еншілеріп, шығарып, сарайда үй салып, немерелеріне бесік той, тұсаукесер той жасап келіп отыр екен. Рахмет. Бүтін Алтайдықтар әулеті өте қуанып, сіздерді қошеметпен қарсы алып отырмыз. Әрдайым жақсылыққа тойға келіңіздер. Енді мына бауырларымның тұрған үйлері құтты болсын. Ошағыңызға майлы болсын. Қонысы жайлы болсын, бейбіт өріс болсын, құтты қоныс болсын. Осының ішінде өсіп өніп, әрдайым өздеріңіз айтқандай тек қана сол тай той, келін той, ұзақты тойларына келе беріңіздер. Мына Қараман ағай мен Гауһар апайлармен қатарлас бір жұмыс істеген адамдар. Міне ағай да апай да әлі сол қалпында баян күйінде шөпшек көріңіздер, солардың қолынан бай әсел жағыңыздар, дендеріңіз сау болып, әрдайым осы дамыған елдің көшбасшысы болып, тойларыңызға көш бастап келе беріңіздер. Өте үлкен рахмет сіздерге, құда-құдағи.